Әлеуметтік төлемдерді Каспи арқылы қалай төлейміз? Каспиге кіреміз, соның ішінде платежиға кіреміз, пароль жазып кіреміз. Сосын платежи, все деген таңдаймыз, штраф и налоги деген таңдаймыз. Платежи для ИП-ын таңдаймыз. Осы жерде пенсионный отчисленияны төлеу үшін пенсионный взнос, жаңағы период оплаты, мысалы қай уақытқа төлейсіз? Январь 2024, иіңізді жазасыз. Егер өзіңізге төлеп жатсаңыз, иін плательщикаға да, иін работникқа да өзіңіз жазасыз. Егер екеуінде жазасыз, және суммасы, мысалы 2024 жыл үшін 8500 теңге, мысалы пенсионный отчисление, и дальше выбрать деп төлейсіз. КНП міндетті түрде 0,10 болады. Келесі, социальное отчисление. Астында социальное отчисление деп тұр, социальное отчисление. Выберите тип платежа дегенге КНП 0,12 міндетті түрде таңдайсыз. Период оплаты январь 2024 таңдадым. Өзіңіздің иіңізді жазасыз. Иін работника тоже жазасыз. Суммасы 2975 теңге минимально. Готово дейміз, да? Дальше к оплате деп төлейміз. Келесі, взнос на обязательный страхование. Период оплаты 2024 январь. На жерге иіңізді жазасыз, мысалы. Өзім иінімді жаза салайын, продолжить дейм. Маған на жерде автоматом данный шап тұрады, 5950 теңге деп шап тұр мінеки. Тура сол сияқты 2023 болса, 2023 жылды таңдайсыздар. Февраль мысалы автоматом таңдаған кезде 4900 теңге 2023 бойынша шығып тұр. Продолжить деп медстраховканы төлейсіздер. Видео пайдалы болсын.